Соңғы 3 жыл бойы мен таңертең оянып, шкафқа 2 қадам басып, және күнде дерлік бір ғана жейден киемін. Әрине, кейде өзгерістер болады. Үйлену тойлар, кенсенерлер, әйелмен бірге керемет кешкі астар. Мен осы қарапайым гардеробпен күннен күнге, жылдан жылға келе жатырмын. Содан менде бір сұрақ туындайды. Кім мен кенсенерға шақырады? Шын мәнінде ешкім. Ешкім де емес. Шынымды айтсам, көңілім қалды. Мен ойлаған бойынша сен менімен бір деңгейдесің. Сенен шақыру қағазын поштаға алам деп ойладым. Бірақ армандаған жаман емес. Жарайды, сіз білесіз бе дәл қазір шынайы сұрақты. Неге мен күнде бір жейден киемін? Бұл үшін өте практикалық түсініктеме бар. Бірақ бұл мен сәнге деген жаман сезімнен емес. Жарайды, бұл мен күнде бір жейде киюдің бір себебі шығар. Бұл менің қарапайым өмірмен сынақтар 2010 жылдан басталды. Мен қоқыстан арыла алатын ең оңай жерлердің бірі шкафым болды. Мен әр затты бір-бірден қарап шықтым. Нені қалдыруым керек және неден құтылуым керек деп ойлап. Мен киімдерімді қарай бастағанымнан мен ескірген киімдерді және этикеткалар жұлынбаған жаңа киімдерді байқадым. Мен ешқашан киіп көрмеген, немесе енді кимейтін киімдерді көрдім. Немесе біреу мен кенсенерға шақырмайыншы. Бұл мен үшін жаңадан бір нәрсе болды. Және мен киімдеріме қарап, неге мен бұның бәрін ұстап жүрмін, егер мен одан еш пайда көрмесем, деген сұрақты қойдым. Олар шан жинап бычыт болып жатты. Сондықтан мен шештім, бір жылдан аса қолданбаған киімдерден құтылатынымды. 90%-дан астам киімнен құтылдым. Барлық киімді мен беріп жібердім, немесе сатып жібердім. Содан соң менде шамалы жейделер мен шалбарлар ғана қалды. Және бұлар менің сүйікті киімдерім болатын, және мен оларды үнемі киетінмін. Сонымен мен жаңа киімдерді киетініме сенімді болсам ғана, мен оларды сатып алатын болдым. Мен қаржылай ғана құртуды азайтқым келмеді, сонымен қатар уақытты құртуды азайтқым келді. Каталогтар арқылы шопинг, дүкендерді шолу және онлайн опцияларды шолу. Бірнеше жоспарламаған нәрселерді қоспағанда, мен бұл уәдені орындадым. Содан бірнеше жыл бұрын ғана артық нәрселерден құтылудан алғашқы тәжірибемнен кейін көп жылдар өткен соң мен шкафыма барып және киімімді алған сайын мен әрқашан бір сүйікті жейдемді алатынмын. Әрине, егер ол таза болса. Және сол сәтте мен ойлап қойдым, неге сүйікті жейдемнен басқа барлығынан құтылмаймын деп. Мен 10 сүйікті жейден сатып алып, күнде кие алатын едім. Және мен солай істедім. Сонымен мен 10 көмірлі 10 сорт түсті жейден сатып алдым. Дәл қазір қойғыңыз келетін сұрақты білемін. Өйткені соңғы 3 жыл ішінде мен YouTube'те түрлі тақырыптарға бейне жасадым. Өзін дамытудан бастап өнімділік пен әдеттерге дейін. Сонымен ең көп қойылатын сұрақ, Мэтт, сен қайдан жейделерді сатып аласың? Сондықтан да сізге көп уақытты үнемдеу үшін J. Crew. Мен осы брендтің жейделерін киемін. Дегенмен бұл түс көмірлі түс, сол арқылы мен қазір бәрі таниды, осы арнада үнем киіп жүргендіктен оның өндірісі тоқтатылды. Олар енді жасалмайды. Мен интернетті қопарып шықтым, еш жерден таба алмадым. Менде сен сияқты көңіл күйім түскенін білемін. 2020 жыл бұдан да жаман болмайды деп ойлағам. Ол міне. Мен не істерін білмеймін. Менің жеке басым түгелдей күңгірт көмірлі түсті, жақсы жарасатын жейден киюдің төңірегінде жасалған. Мен ертең қызғылт жейде кию мүмкін. Мен не істерін білмеймін. Шынымды айтсам білмеймін. Мен шынымен көңіл күйім түсіп кетті. Бұл мен өмірімді өзгертеді ғой. Бұл өте сұмдық жаңалық. Жарайды, бейнеге қайта оралсақ. Мен өзім гардеробымды түбегейлі жеңілдетуден бірнеше нәрсені үйрендім. Біріншіден, киген киіміңізге ешбір ересек адам мән бермейді. Әрине, сіз модаға жақын болмасаңыз. Адамдар сіздің бір киімді 2-3 қатарынан кигеніңізді сирек байқайды, ал иісті сезеді. Содан таза жүріңіз. Адамдар өздерінің ойларына батып кетеді. Содан сіздің не киіп жатқаныңызды байқауға уақыттары болмайды. Бірнеше күн қатарынан бір жейден кисеңіз де. Менің жағдайымда не кигенімді ешкім де байқамайды. Өйткені мен үйде жұмыс істеймін. Бірақ мен мұнда көптеген YouTube бейнелер түсіремін. Және мен не кигеніме ешкім мән бермейтін байқадым. Мен бейне сайын бір жейде киетіндіктен адамдар оған үйрене бастады. Содан кейін мен сұр жейде немесе жемпір киген кезде олар шынымен де ренжиді. Бірақ бәрібір ғой, бұл да ғой басты мәселе. Және мен ойымша сіз күн сайын бірдей нәрсені кие аласыз. Жай ғана басқалардың ойына түкіру керек.
Мен айтқанымдай, адамдардың көпшілігі сіздің күнде бір нәрсені киіп жүргеніңізді байқамайды. Сондықтан да сіз бұл туралы алаңдамауыңыз керек. Табылады ғой біреу, құдай-ау, сен кеше киімді киіп алдың ба, бұл біртүрлі көрінеді десе, сен оларға жай ғана кет, на деп өз күніңді жалғастыра бер. Бұл жаңа қарапайым гардеробты қабылдаудан мен тапқан басты пайда, таңертеңгі уақытым босады, киім таңдап бас қатырып керек емес. Кейбір адамдар бар, ешкім несін атамай қойын, олар күн сайын таңертең не киетінін шешуге сағаттар жұмсайды. Бұл мен әйелім. Кейде бұл адамдар бір күнде 4-5 рет киімдерін ауыстырады. Бұл адам деп мен әйелімді айтып тұрмын. Күнде таңертең 30-40 минут, бұл 2020 жылға дейін ол кеңсеге жүгіріп жүрген кездер, ол киімді жатын бөлмеге шашып тұрып, керек киімдердің қосындысын табуға тырысады. Презентациясына мінсе сәйкес келетін ең жақсысын табуға тырысады, және бұл оған жарасады. Ол істеп жатқан нәрсесін ұнатады, бұл оған кедергі емес сияқты. Сондықтан бұл өте керемет. Ал мен үшін, мен құндылығын байқап тұрған жоқпын, күнделікті әртүрлі және қызықты киім кигеннен. Сондықтан қарапайым нәрселерді кию мен үшін жарасады, және мен одан тапқан ең үлкен практикалық артықшылықтардың бірі, бұл жұмысқа кірісуге немесе күнімді бастауға қосымша 30-40 минут болады. Сонымен қатар шешім қабылдау көлемі азайтылады. Шешім қабылдаудан шаршау психологиядан келген термин. Ол қабылданатын шешімдердің сапасын нашарлауын білдіреді. Сіз бір күнде неғұрлым көп шешім қабылдайсыз, соғұрлым қабылданатын шешімдердің сапасын нашарлайды. Көбінесе олар миға сыйымсыз. Икеаға бару арқылы пәтерін жабдықтауға шешім қабылдаған кез келген жоп мен не айтып тұрған жақсы түсініп тұр. Не алған дұрыс, Экрон немесе Эрко, әлде Нортмеллоу немесе Джорк Старс, Сотахор немесе Харланды. Мен мүлде қалжыңдап тұрған жоқпын. Икеа кассасының қасында қарым-қатынас жөнінде кеңесші болу керек. Өткені мен көп стрессті бастан өткердім, сол ғимараттың лабиринттерінен өткеннен. Декоратив жастықтарды таңдап немесе дәретханаға арналған чехол жоқ, бізде ондай жоқ. Камераға не айтып тұрғанын түсіндірейін. Бұл біртүрлі бәле, мен одан өсіп кеткен, енді оған қайта оралмаймын. Менің кішкентай кезімде Санта-Клаустың дәретханаға арналған чехолы. Ол жұп-жұмсақ болған, рас айтамын. Мен бұл туралы негізі ойланбауым керек. Жақсы, осы барлығын айтқан мағынасы күн сайын қабылданатын шешімдерді азайтуыңыз қажет. Содан кейін оңайлық келеді. Сіз бір шешімді қабылдайсыз, тек біреу ғана, және ұзақ мерзімде соны ұстанасыз. Сіз өміріңізде көптеген нәрселермен солай істесеңіз, жиналу эффекті істей бастайды. Сіз күн сайын таңғы 7-те оянам деп шешсеңіз, бір жейдемен шалбар кисеңіз, бір таңғы асты ішсеңіз, сол тәртіпті ұстансаңыз, егер сіз бұл шешімдерді күнде қайта қабылдайтын болсаңыз, онда сіз өміріңізде қабылдауға қажет басқа да маңызды шешімдерді кезіктіресіз. Сіз мақсаттарыңызға жетудің орнына әртүрлілікті қосқанда, сіз велосипедті қайта ойлап табасыз. Сіз көп жұмыс істейсіз, өте төмен нәтижелер үшін. Сіз осы ұсақ-түйек шешімдерді өз күніңізден жоғалтқанда, сіз өміріңіздегі шынайы маңызды шешімдерді қабылдауға миыңызде орын босатасыз. Аяқ киіммен жұп болатын шалбар таңдағанша бірден таңғы ас ішіп, жұмысқа дайын болғаныңыз дұрыс. Енді сіз шектеулі уақытыңыз бен назарыңызды шынымен маңызды нәрселерге жұмсай аласыз. Мүмкін сіз уақытыңызды жобаға немесе хоббиге жұмсайсыз. Мен гардеробымды жеңілдеткеннен көптеген артықшылықтарды байқадым. Артқа бір қадам жасап сұрақ қойдым. Менің шкафымда не жатыр және менің гардеробыма не кіреді? Және бұл жейделердің өндірісі тоқтатылғандықтан менің киетін киімім болашақта өзгере ме? Әрине дерлік мен оны өзгертемін. Мен үшін өзімді ыңғайлы сезінетін киімді киіп жүргенімді түсіну өте күшті. Мен содан өзіме сенімді боламын. Және мен күнделікті таңертең қайта-қайта не киетінімді шешіп, мен бұл нәрседе жақсы көрінемін бе деп күмәнданудың қажеті жоқ. Мен бұны киетініме бақыттымын және бұл ең маңыздысы. Сол туралы сізде ойлануыңыз керек. Сізге ашық жынды түстер ұнай ма, әлде сіз мен сияқты киімдерді ұнатасыз ба? Бұл маңызды емес, шешім сіздікі. Сіз өзіңізді ыңғайлы сезінесіз бе, әлде жоқ па? Егер сіз қарапайым гардеробқа қол жеткізгіңіз келсе, онда өз шкафыңызды қарап шығып, өзіңізден соңғы бір жылда не пайдаланбадым деп сұраудан бастай аласыз. Бұл киімдердің 90% болуы мүмкін, немесе одан да аз. Мағынасы осындай сұрақтарды қоюды бастау. Сіз не киесіз, не кимейсіз, соны түсінуіңіз керек. Пайдаланбайтын киімдеріңізді сізден де артық құндылық таба алатын адамдарға беріп жібере аласыз. Көргеніңіз үшін рахмет, кездескенше.